Қаланың шет жағындағы алтын дүкені көп адамға таныс еді. Шынар алтындары деп аталатын бұл шағын, бірақ сәнді бутикті Шынар есімді әйел басқаратын. Ол бұл бизнесті марқұм күйеуімен бірге бастаған болатын. Қаланың ішіндегі ең сенімді, сапалы әрі таза алтын осы дүкеннен табылатын. Тұтынушылар сеніп келетін. Бірақ сол сенімнің артында бір құпия жатқанын ешкім білмейтін. Шынар 3 баланың анасы, енесімен бірге тұрады. Күндіз дүкенде, кешке үйде. Өмірі тәртіпке, еңбекке құрылған. Бірақ осы алтын сонау бір жылдары күйеуімен бірге белгісіз жолдармен шетелден жеткізілген еді. Қара нарықтан. Бұл туралы тек Шынар мен оның жақын досы, бухгалтер жігіт Бауыржан ғана білетін. Ал қылмыстық топтар алтын дүкенінің айналымын әлдеқашан бақылауға алып қойған болатын. Қала маңындағы қасқырлар тобының басшысы Бақтияр есімді бұрынғы спортшы, қазіргі заңнан тыс өмір сүретін адам. Ол Шынардың дүкендегі алтындардың тазалығына қатты қызығып, оны тартып алуға бел буады. Бақтиярдың адамдары Шынарды бірнеше апта бойы аңдиды. Қай уақытта дүкенге келеді, қанша клиент келеді, қанша алтын түседі, қайда сақтайды, бәрін жазып алады. Сатушы әйелдің күнделікті тіршілігі олар үшін картадай ашық болатын. Бір күні кешқұрым дүкенге бейтаныс жас жігіт кіріп, үйлену тойына деп үлкен көлемде алтын сатып алады. Бірақ ол алтын төлемін банк картасымен жасамайды, нақты ақша төлейді. Шынар секем алады. Бірақ сатушы ретінде ол сыпайылықты сақтап, клиентті шығарып салады. Сол түннен кейін бәрі өзгерді. Ол түні Шынардың үйінің есігі сықырлап ашылды. 3 маска таққан адам үйге кіріп, бәрін астан-кестен етті. Алтын қайда? Деп айқайлады. Балалары жылап, енесі есінен танып қалды. Шынар ештеңе түсінбей, шошынып жүр. Олар бәрін қопарып, сейфті тапқан соң, алтынның бір бөлігімен құнды қағаздарды алып кетеді. Бірақ бұл тек бастамасы еді. Олар Шынардың қолына қағаз тастап кетті. 10 күнде қалғанын бермесең, отбасың аман қалмайды. Шынар бірден Бауыржанды шақырып, жағдайды баяндайды. Екеуі полицияға баруға қорқады, себебі алтындардың шығу тегі таза емес. Барса өздері тұтқынға алынады. Шынардың ұйқысы қашып, күйзеліс күшейеді. Балалар мектепке барудан қалады. Енесі төсек тартып жатады. Үй бұрынғы жайлы үй емес, қорқыныш ошағына айналады. Осы уақытта Бауыржан заңсыз жолмен қорғану үшін Көлеңке деген бұрынғы танысынан көмек сұрайды. Бұл адам бір кездері қылмыстық ортада жүрген, қазір жолға түскен. Ол Шынардың жағдайын естіген соң көмектесуге келіседі. Бірақ ескерту жасайды. Қылмысқа қарсы қылмыспен күресу 200-ді семсер. Көлеңке мен Бауыржан бірігіп, қасқырлар тобына тұзақ құрады. Ал Шынар қалған алтындарды дүкеннің артындағы құпия жертөлеге көміп тастайды. 10 күн таяғанда қасқырлар қайта хабарласады. Жолық не бәрі күйеді. Олар айтқан мекенге Шынар жалғыз барады. Бірақ жанында Көлеңкенің адамдары бақылауда болады. Қараңғы гаражда Бақтияр күліп отырады. Сатушы ханым, алтын қайда? Алтын сенің емес. Отбасымды босат. Онда қош бол деп ол ишарат береді. Бірақ дәл сол сәтте гараж есігі сынып, Көлеңкенің адамдары кіріп келеді. Қақтығыс басталады. Оқиға орын алғаннан кейін полиция келіп, бәрін ұстайды. Алтындар табылып, дүкен уақытша жабылады. Бірнеше ай өткен соң, Шынар дүкенді заңды түрде қайта тіркеп жұмысын жалғастырады. Қалған алтындарды мемлекетке өткізіп, отбасымен жаңа өмір бастайды. Балалары психологиялық көмек алады, енесі де емделеді. Бауыржан екінші қалаға көшіп, жаңа кәсіп бастайды. Ал Көлеңке ол Көлеңкеде қала береді. Бірақ Шынар бір нәрсені түсінді. Алтын тек металл. Ал отбасы жанның өзегі. Жан аман болса, байлық қайта табылады. Шынардың отбасы енді ғана қалыпқа келе бастаған еді. Дүкен қайта ашылды. Заңды түрде тіркеліп, барлық алтындар мемлекеттен сертификатталып алынды. Бірақ Шынардың жүрегіндегі үрей мен күдік кеткен жоқ.
Ол не болса да отбасын аман алып қалғанымен өткендегі оқиға түнгі түс секілді қайта-қайта көз алдында жаңғыратын. Бақтияр мен оның адамдары сотталды. Бірақ олардың артында кім тұрғанын ешкім анық айта алмады. Ал Көлеңке сол қалпы үнсіз қалды. Ол Шынарға: "Меніңше, бұл енді бітпейтін шайқастың басы ғана. Бұл қалада бір әрекет кетсе, екіншісі пайда болады" деген еді. Ол сөз шындыққа айналды. Күздің бір салқын күнде дүкенге су жаңа, қымбат киінген, сасық парфюм иісі аңқып тұрған екі ер адам кірді. Бірі арық, ұзын бойлы, көзінен суықтық байқалады. Екіншісі толықтау, күлкісі жалған. "Шынар ханым", деді, толық еркек, "біз Қамал группаның өкілдеріміз. Бұл аймақ бізге қарайды. Ал сіздің табысыңыз да бізге тиесілі." Шынар тік тұрып: "Мен бәрін заңмен істеймін. Бизнес таза. Ешкімге төлемеймін." Ұзын еркек жақындап келіп сыбырлады: "Заңмен бе? Ал біз заңнан тыс өмір сүреміз. Сіздің балаңыз қай мектепте оқиды, айтып па едім?" Осы сөзден кейін Шынардың тұла бойы тітіркеніп кетті. Шынар қайтадан Көлеңкені іздеді. Ол қала сыртына көшіп кеткен еді. Шынар бар жағдайды айтып берді. Көлеңке ұзақ тыңдап отырды да: "Бұл топ әрекеттің жаңа толқыны. Бұлар бұрынғыдан да қауіпті. Ақша үшін ғана емес, жүйені иемдену үшін жұмыс істейді. Тек ақша беріп құтыла алмайсың, берсең мәңгілік бересің. Қарсы шықсаң бәрінен айырылуың мүмкін. Онда не істеймін? Таңдау бар: бірі көшу, бәрінен. Екіншісі шайқас. Бірақ бұл жолы ақылмен және дәлдікпен." Көлеңке мен Бауыржан бірігіп Қамал группаның ішкі жүйесін зерттей бастайды. Олар аймақтағы барлық шағын бизнеске қамқоршылық ұсынатын заңсыз құрылымды ашып, әрбір дүкен иесінен алынатын салықтың жолдарын картаға түсіреді. Сөйтсе, бұл топтың артында қала әкімдігіндегі бір жоғары лауазымды шенеунік тұрған. Ол әрекетке көз жұма қарап, кейде тіпті бағыт беріп отырған. Қылмыс пен билік араласып кеткен. Шынар енді жай ғана сатушы емес, соғыстың эпицентріндегі кісіге айналды. Көлеңке айғақтар жинап, соны қоғамға ашып көрсету керек дейді. Шынар алдымен қарсы болады, ол ештеңе жоғалтқысы келмейді. Бірақ бір күні кіші баласы мектептен көз жасы ағартып келеді. "Бөтен ағалар мені суретке түсірді. Мектептің сыртында." Осы сәтте Шынар бәрін түсінді, олар жай тыншымайды. Ол күресуге бел буды. Шынар Көлеңкемен бірігіп, журналистерге барлық құжаттарды, бейнематериалдарды береді. Бірнеше айғақ бақ бетіне шыққан соң, қоғам дүрлігеді. Қамал группа туралы алғаш рет ашық жазылады. Мемлекеттік тексеру басталады. Полиция мен ОК араласады. Бірақ кей түндері дүкенге белгісіз адамдар тас лақтырып, терезесін сындырып кетеді. Қорқыту тоқтамайды. Бір күні Бауыржан із-түссіз жоғалып кетеді. 2 күннен кейін қала шетіндегі орманда ауыр соққы алған күйде табылып, ауруханаға түседі. Көлеңке бұл жолы қатаң әрекетке көшеді. Ол бұрынғы байланыстарын пайдаланып, Қамал группаның ішіндегі әлсіз тұсты, ішкі сатқындарды пайдаланып, топты ішінен ыдыратады. Бір-біріне сенімсіздік күшейіп, ақыры топтың өз ішінде қақтығыс басталады. Шенеуніктің де аты аталып, оған қатысты тергеу басталады. Ал Шынардың дүкеніне заңмен қорғау беріліп, бақылау камералары, күзет қызметі орнатылады. Журналистер Шынарды қаланың темір әйеліне айналдырады. 1 жыл өткен соң, Шынар дүкеннің алдында тұр. Балалары ойнап жүр. Енесі бақшада гүл суарып жатыр. Бірақ Шынар көше шетінде бір қара көлік тұрғанын көреді. Ішінен біреудің көзін сезеді. Көлеңке келіп: "Бұл өмірде тыныштық тұрақты болмайды. Бірақ батыл адамдар болса, әділет өмір сүреді." Шынар басын изейді. "Мен енді қорықпаймын. Өйткені менің артымда әділет, отбасым және сенім тұр." Шынар дүкендегі жұмысын бұрынғыдан да қатаң тәртіппен жүргізе бастады. Әр клиент тексерілген адам, әр сатылым құжатпен. Бірақ та бұл тәртіп бір сәтте шайқалды. Күнделікті жеткізіліммен келген алтын бұйымдары бар сөмке Шынардың көзіне қарап тұрып жоғалды. Күзетші мен көмекші қызы екеуі заттарды ішке кіргізіп болғанша сөмке сөренің астынан ғайып болды. Бейнебақылау ештеңе көрсетпейді, әлдекім кәсіби әрекет еткен. Сөмкенің ішіндегі алтынның құны 48 миллион теңге.
Бірақ мәселе ақшада емес, ол сөмкеде бұрынғы рэкет тобының іс-әрекеттерін дәлелдейтін бір ясып флешкада болған. Шынар ашулы. Бірден көлеңкеге хабарласады. Бұл жай ұрлық емес дейді ол. Бұны ұйымдасқан адам ғана істей алады. Сенің не нәрсеңнің маңызды екенін біреу жақсы білген. Сол күні кешке көлеңке ескі таныстар арқылы базар маңындағы бейресми күзетшілерден, такси тіркеу пункттерінен ақпарат жинай бастайды. Бір күдікті тауар әкелуге келген жаңа жеткізуші өзін Думан деп таныстырған жігіт. Ол жоғалған сөмке табылмай тұрып ізім-ғайым жоғалған. Көп ұзамай бір жедел сатымен түсіп келе жатқан бейне жазба табылады. Думан бір сәттік назардан пайдаланып, сөмкені иығына салып, қарсы есіңіп кеткен. Думан жай ұры емес еді. Ол желкен тобының адамдарына жұмыс істейтін психологиялық ұры, яғни ешкімнің күдігін туғызбай, сенімге кіріп, ішкі ақпаратты алып, соған сай әрекет ететін маман. Ол сөмкені алып кеткен соң, бірден қала сыртына кетеді. Бірақ оның артынан тек көлеңкенің адамдары емес, басқа бір қара көлікте аңдып жүреді. Себебі флешкадағы мәліметтерді иемденуді қамал группадан бөлініп шыққан жаңа бір қылмыстық құрылым қанаттар тобы да қалап отыр еді. Думан жасырынып жүруді жақсы білетін. Бірақ ол қолындағы сөмкеде не барын толық білмейтін. Ал флешканың коды криптоқорғауда еді. Оны ашу үшін арнайы пароль керек, ол тек Шынар мен Бауыржанда ғана бар болатын. Думан сөмкені сатып жібере алмайды. Енді ол Шынарға хабарласып шарт қояды. Маған 10 миллион теңге бер, сонда сөмке мен флешка өзіңе қайтады. Әйтпесе ол мәліметтер басқа қолда кетеді. Шынар ойланады. Бұл тұзақ болуы мүмкін. Бірақ флешка жоғалса, бұрынғы күрестің бәрі бекер кетеді. Көлеңке бұл жолы ерекше тактика ұсынады. Ол Думанды емес, оның соңынан аңдып жүрген қанаттар тобын ұстап, флешканы солардың қолына әдейі беру керек дейді. Содан кейін флешкадағы мәліметтерге орнатылған бізге қосымша тыңдау құрылғысын қосып, кім не істейтінін толық әшкерелеу көзделеді. Шынар келіседі. Олар жалған флешка жасап, Думанмен кездесуге шығады. Кездесу ескі қоймада өтеді. Кездесу басталғанда жағдай ушығады. Думан ақша алмақ болған сәтте, қойма сыртына қанаттар тобы баса көктеп кіреді. Олар бәрін ыдыратуға келген. Атыс басталып кетеді. Көлеңке мен оның адамдары дәл осы сәтте жетіп, бәрін бейне жазбаға түсіріп, заң органдарына жібереді. Арнайы жасақ келіп, барлығын құрықтайды. Думан тірі қалады, бірақ ауыр жарақат алады. Ал сөмке табылып, флешка аман қалады. Мәліметтер жария болған соң, қаладағы бір қатар лауазымды тұлғалар қызметінен кетеді. Қылмыстық топтарға қарсы жаппай операция басталады. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл оқиғаны алтын сөмке оқиғасы деп атайды. Шынар заң алдында толық ақталып, қауіпсіздік бағдарламасына алынады. Бірақ ол қалудан бас тартады. Оның сөзі: егер мен кетсем, ертең басқа бір ана мен баласы осындай сұмдыққа тап болады. Мен бұл жолы соңына дейін барамын. Бір жылдан кейін Шынар қалалық кәсіпкерлер кеңесіне мүше болып сайланады. Ол заңды бизнес иелерінің құқықтарын қорғайтын қозғалыс құрып, рэкет пен жемқорлыққа қарсы күрестің басты символына айналады. Бауыржан енді бизнес кеңесші, ал көлеңке ол әлі көлеңкеде, бірақ сенімді тұлға ретінде қалады.